Бізге мынадай бөлшек берілген екен, 11 бөлу 25, немесе 25-тен 11. Осы жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру керек екен. Оны айналдыру үшін мен мына 11-ді 25-ке баған түрінде бөлем. Олай болса бастайық. Мына 11-ді мен қалай жазсам болады? 11 бүтін деп 10-дық үлес, 100-дік үлес, 1000-дық үлестердің артына тіркеп жазсам болады ғой, яғни 0 ретінде. Сонда міне 11 бүтін, былай 0 деп өтірденген 0 жалғай берсек, ол бәрібір ол 11-ге тең болады. Сонымен енді бұны мен баған түрінде 25-ке бөлейін. Бөлінгіш 11, бөлгіш 25. Яғни бөлгішіміз 25, 11-ден үлкен болғандықтан, онда бөліндінің бүтін бөлігі 0-ге тең болады. Міне 0 бүтін деп жалғаймыз. Ал енді келесі мына 110-ға назар аударамыз. 110-ның ішінде 25 неше рет кездеседі деген сұраққа жауап береміз. Сонда оның жауабы бізде қанша болады? 4 болады екен. Сонымен бұған 4-ті көбейтем. 4 жердегі 25-ім 100. Бұдан 100-ді азайтатын болсақ, онда менде мында қалады 10. Ал енді келесі мына 0-ді қасына түсіреміз ғой, мына 10-ның қасына. Бұлай жазайық, мына 0 түседі. Сонымен 100. Енді осы 100-дің ішінде 25 неше рет кездеседі деген сұраққа жауап береміз. Ол 4 рет болады. Сонда 4-ке көбейтсек, қайтадан бұдан 100-ді азайтамыз. Сонымен жауабы 0 болады екен. Сонда 11-ді 25-ке бөлетін болсақ, оның жауабы 0 бүтін 100-ден 44-ке тең болады екен. Олай болса жауабын жазайық. Бұл тең 0 бүтін 100-ден 44. Сонда мына берілген жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру үшін оны баған түрінде бөлсек жеткілікті.